Екінші дүниежүзілік соғыс қыркүйектің 1-і 1939 жылы, қыркүйектің 2-сі 1945 жылдағы дүние жүзіне үстемдік жасау үшін Германия, Италия, Жапония тарапынан басталған соғыс. Соғысқа 61 мемлекет, дүние жүзі халқының 80% қатысты. Соғыс қимылдары 40 мемлекет жерінде жүріп, 110 миллион адам әскерге алынды. 50-55 миллион адам қазаға ұшырап, $4 миллион көлемінде шығын шықты. Соғыстың аяғында фашизм толық күйреп, Батыс Еуропа елдерінде демократияның орнауына жол ашылды. Фашизмді талқандауда шешуші рөлді КСР құрамындағы халықтар атқарды.